Vaqaqasini asmonga yetkiradi harakat ko'rsatuvining 4-sani. Almaz komandasining kapitani Shuhrat Zarbetov. O'zi kvenjik dedi. Ha, Kvenjik o'zi. Chempion dedi. Shuningizda yerdan kim bor? Ayda qo'ydi. Sonda Almaz komandasi. Sahada ko'ramiz. Konuşunca sandagi Aydos'ta çıkmaz. Orada konuşmama adamın bir kontor oynayman. Havresin. Kunde yıklayman. İsmi Aydan. Mana arka şu ifatı dursun. Sen neçede oğan bozan? Hayvasa mektep, ağa mektep. Mektep. Anlayana basma işte. Вот так қалған мынандай ajman естиді ой. Қосылу керек қой. Ajman. İşki işte o. Үлкендерге қосыламыз ба? Oğlum bunu. Nereye getir? Yesi var adamda, yesi var adamda. Үлкендерге қосылып кетеді. Dedim ötende şok ne oldu? Şolok ne oldu şolok? Yüreğime şakla gözlerimi yüreğime gözlerimi. Tak. Dedim bu. Ket kızarsan mısın? Fakat iyi bakalım. 8 yıl xorij yurgasi. Ya, bilmedim Алтын бөліп, ешқандай өткеріп жібермей доконца көрген үшін сізге бір комплимент. Assalomu alaykum. QMida YouTube kanalini baqlab boruvchi aziz do'stlar, bugun VJQ ko'rsatuvini, ya'ni Vaqaqasini asmonga yetkiradi harakat ko'rsatuvining 4-sani. Всем привет! Saymiz qo'shingizlar. Не болыватыр өзі? Орысша түсінбедің бе? Бастаушыларды ұмытып қалған шығарсыз, қайттан бір қата таныстырамын. Нұрлан Сабуровтың демо версиясы Сабыр Нұрланов, Ислам Пірниязов, Бахадыр Құлмұратов, Бахадыр Жапаров, Айдос Мұратбаев, hamda Ruslan Bazarbayev. Ал ондай болса жігітлер, бүгінгі көрсетуіміздің мейманы өзі квенчик, өзі 2021 жыл сол КВЗ ойынының чемпионы, яғни командасы. Алмаз командасының капитаны Шухрат Zarbetov. Bugün oturunuz işte kendisi. Amansızlar. Өзі квенжик dedi. Чемпион dedi. Vajohatimni ko'rib, qanday ulug' zot bilan uchrashib qoldi deb o'ylayotgan bo'lsalaring kerak. Oğum olsun. VJQ Vaqaqasini asmonga yetkiradi harakat. Hoş келіпсің. Rahmet. YouTube'дан көрдің ғой, былай Көрдім. жағында. Қалай? Birinchi basdan boshlab ko'rdim. Ұнап па? Қызық па? Zo'r, cho'tki Xudo xolisa to'xtatmasangiz, odan ham yaxshi natijalarga erishasiz. Ya bo'lmasa erishamiz aytıyoruz. Deysiz qilsa. Bilmaymiz-ku, ertaga kim bor, kim yo'q. Aydiq sonda o'tirish mumkin-ku. Sonda men Kommentariy o'qidim. Aydiqdek adam nega bor deb yozib. Kim o Aydos деген? Son men yozgan deb o'zim. Ал Шухрада қалай келдіңіз? Оқышыға аман бүгін. Жатыр жұмыстар. Жақсы, Құдайға шүкір болып жатыр әстең. Болады. Қалай өздеріңіз? Үйіштер аман ба? Шүкір болады. Нұрлан ағалар бәрі десе. Сәлем айт десе. Сәлем айтып жүреді. Шұқырат аға, бәчелер қалай? Уақи, айттым әне. Бухаринский жігіттер ба? Құдайға шүкір. Енді бірден удар қылайшы. Қой. Сонда сені ақша мәжбүрледі ме Бұхарадан шығуға? Я! Бұхарада магистрат нанда жеге деп шығар жүрге болады ғой, ә? Магистратурада оқып атпа, екінші курсқа өтіп атпа, Құдайға шүкір. Уже екінші курста не? Балдар бірінші курсын жұмағладым. Енді сол себептен Бұхарадан ойнауға мәжбүр болдым. Сонда қазір қара, сен, Айдос, мен үшеумізде магистр бар екен да?
студиямыз университетіңіздің атын көтеремін, қылвыздар шығарамын дейтін болсаңыз, Шұқырат Зарымбетовті докторантураға шақырып. Егер кімге мынандай аспирин дәрі керек болса, аспирантураға. Тура дейді. Тура мәнсіз. Шұқырада жаңа айтып өткеніміз. Мен hem Шұқырат болсам. Сіз ислам ағасыз ғой. Ау, да мен айтмысың. Шұқырада сізге онда бірінші сұрауым, Қырғызда КВН-де Жеп жүрсең десе. чемпион болу үшін не істеу керек? Чемпион болу Үш этап даярлану керек десек. Үш этап даярлану. Финалға шығу керек десек. Үш этап. Енді ол мен бір өзім емес шығар, бұл әммесі чемпион ғой. Біздер қашан давно 2014. Оя 2014. 2014 біздер. 2014. Енді чемпион болу үшін главный меніңше адамның өзінде желание болу керек деп ойлаймын. Қалеу дейді ғой. Тоқтап қалмау керек. Қалеу болу керек, тоқтап қалмау керек меніңше. Ақша болу керек. Ақша болу Сөзі біледі соқылмау керек главный. Дұрыс, бірінші мәрте ойнап жатқан деп, жаның ойнау керек деген. Біздерде одан кейін Шұқыратты бір маса танымайлау тұрып та Мазамдап тұрма. Және бір ауырлау сұрауым бар да. Алмаз командасын Неге және қайттан сахнада көреміз ба деген. Орта подкаст болып баратыр. Енді негізі балалар тарқалды. Құлас, әммесі өздерінің жұмысларыменен. Енді андай бір юбилей, бір сондай бір концертлер не болып қап, мысалы үшін Бахадыр ағалар, Бақаға шау болып, бұрынғы составы болып келіп, Тураның бұрынғы составы болып келіп, сондай ойнап жатса, Алмаз болып келдің десе, бір ойлық неге шығады, бірақ лигаға түспейміз да. Енді Туранның бұрынғы составында Шұқырат бар еді ғой десе қалай? Оданнан бұрынғы составы болды. Ислам ағалар бар, ол 2014-тегі. Біздің исламлар аға болып қапты. Айдос аға? Демек 4-ші санына келіп Айдостың тілі шықпаса. Бүгін тіл қуырдақ жейміз. Ендігі санында сақауланып отырса ешіне қылмаңыз. Қауым өте береді. Атлетка болды өткенде станға. Ілдір сұраулар. Ойба, енді менде болып қалды ғой. Сөйледі, мен тұтапсақ. Мен ол біреудің несін қайталайын деп жүрген. Мағадес деген. Яқшы. Сіз спорт бойынша бір аз-маз не қылып тұрасыз ба? Не қылағанда енді ол? Не қылып, спорт дегенде деп не қылып тұруға болады. Контур спортқа кірмей ма? Онда күнделікті шұғыланатқанбыз. Күнде әр күні Азанда емес, кешке қарап, әр күні. Балалардың құлақларын шағын қағып. Азанлы қара кеш, нәмінаған балалар шақланып қалады деген. Мынандай қосып бар ғой, азаннан кешке дейін Контур ойнайман, таңғы беске дейін күнде ұйықтайман. Арсенал деген клубтың фанаты да, Арсенал деген. Кішкентай уақытынан өліп қалған фанаты. Арсеналдан біреуді әкелетін болса, кімді әкелуді ұсыныс етер? Кішкентай уақыттан бастап деді ғой. Айдосқа. Үйінің 3 санын көрген ғой, Айдостың. Оны сөйлемем сен қалады. Көрінбейсен ғой деген ғой. Бүгін малдыз әкеліп көстемеді. Бағана үйіне шығып бақтыңыз. Оға жаққа баратпын. Кім мейман деп Шұқырат. Арсеналдың фанаты ғой, кімді әкелесің? Айтшы іштеген. Енді кішкентай уақытынан деп айтқан хайран қылып, өзің баққан деп айттың кішкентай уақытынан. Біледі. Мен сөйлегенге жапармен сөйлеп не? Мен жоқ, мен жоқ. Екі бір үйден шықпадыңыз ба? Шұқыраттың ана әлемі бөлек екенінің мынау бір несі дәлелді. Реал Барса деп отыр, Шұқыраттың бір өзі Арсеналдан. Қатауға фанат, реально баласының аты Озил ғой. Кімнің? Шұқыраттың баласының аты Озил. Паспортта ма? Метрикада келе амады паспорт. Нерге шығаруға бола ма? Озил. Кімді әкелесің алайшы? Озил ғой. Өзі жоқ пейзаж. Қазір ойнап жатқан составынан ба, я бұрыннан? Қазір ойнап жатқан составынан болса, Эдегор деген бұл спортшыны ат білемін. Сакана келім керек еді. Сака болады. Эдегор ғой басқарып жүрген әзір пока. Жақсы. Судьялардан кім? Ал Шұқырада мінеге кірісіп алып жатырмыз.
сөйлет қызғың кетіп жатыр. Бақ шіркінді. Ой, Оны жаңа Айдостың сөйлегеннен біле береді. Оған жапарбаға қосылып. Шұхрат бүгін басқаша бір. Жігітлер, бір минут көрсетуімізді бастап алайық. Көрсетуіміз басталып жатыр. Біздерде рубрикалар бар. Көрсетуімізде, яғни факт деген рубрикамыз бар. Сіз өзіңіз туралы 3 факт айтасыз. Оның біреуі өтірік болу керек, яғни өтірік факт болу керек. Факт айтасың, англисше факт, йоу деген. қойсайшы. Осылан. Осындай адамсың ғой. Сонша едіге тәкелі жақта, едіге танымайды. Қосымша бұл Реалдың фанаты айтпақшы деп қайтты деп Сол, біреуі өтірік болу керек, соны жігітлер табады. Сен не? Мен жігіт емес. Әзір еркек қой. Айтайын ба, үш факт болу керек па? Кетті, 3 факт. Бірінші факт кетті. Футбол мектебінде оқығанмын, футбол интернатында, бір факт. Кішкентай уақытта жойылып кеткенмін. Ол анық. Екінші факт. Мен 1995 жылмын. Үшіншісі қате. 96. Себебі бұл 98 деген ме? Иә, 95 деген қате. Неге? 96 Өтіп кеткен дұрыс шығар. 96 сан осы. Я 95 бола қойсам ба я. Сен 96 болуы мүмкін. Енді жойылып кеткен қате болуы мүмкін брат. Жойылып кеткен болу мүмкін. Жойылып кетсем мен қалай жүрмін Мен әлі? кеше Тауылдым деген жоқпын ғой. 95-те туылған, сөйтіп жойылып кетіп 95-те тауыл, 96-та тауылғанда. Әне, Сөйтіп, футбол мектебін тауып алған деген. бір факт қосып жіберейінші. Қос. Бола ма қосуға? Мен 90. үшінші факт, 95 деген сіз пысақ та, кетсем ғой. Үшінші факт, мен мына Бахадыр аға Жапаровтың келіншегіменен бір группада оқыдым. Колледжде сондай болған шығар. Мен айтайын, мына айтқан үшінші факты дұрыс. Кіші 96 ма сендегі? Суреттерін көрген мен деуші. Ол 96 ма кішім сіздегі? Ава, онда Сен қалай 87? Анаузың басты ме? мен оғызы бүгіш жоқ па деп. Құрбан қыздан айтпайсың ба? Олар жас кеткен ғой. Онда сен растанда жойылып кеткен. Я мектеп интернатында оқыған, футбол Я интернатында футбол оқыған. қарас ол. Футболда оқыдың ба? Шомалайда жоқ Мен 2 жыл оқып қайтқан жерім. барып қайтып оқып. 7-8 классларында Онда дегендей. футбол Сол интернат. жойылып кеткен кезде сол сияқты Брат, сестрасы менімен бір класста оқыды. О, соны айтайын деп тұрмын фактқа. Біраз үйде менсем ауада да Күнде сұрайсам ба? Алла, біраз үйде ме? Я бірақ олимпийскийде Айтып, футбол интернатқа кетіп қалмады ма? Тұра қойсам, айтып алсақ болады. Мына камера сонша қарап тұр. Гелайынды мен бұл жерді сөйлетіп тұр. Олимпийскийде футбол қанегерлігінде оқыды. Менімше 95 жыл. Сөйлең ал, сөйлең. 90 жылдан бар ма факт үшін апсадың бұл. 6-тады оны. 16-тан. Құлас, не дей жақсың? Сонда бірінші жойылып кеткенің футбол интернат. Енді мен Алимамен. бірге оқыған бірақ. Айтты маған. Анық, 200% анық. О, ұзақ сұрап алғанда кіммен Сонда сөйлессің? жойылып кеткенменен интернатта оқыған екеуің біреу өтірік қой. Мен интернетте оқыған рас деп тұр ғой енді. Аға, ол Интернет қата шығар. Тоқта. Аяқ қышып кетті ғой. ол енді мектеп дәуірін мына білмесе Үшеуі үйретінде дұрыс болған. болып кетті ғой, Сен мына. білмейді, бірақ лицейде оқыдық. Одан басқа ойнайды ма? Жойылып кеткені өтірік онда. Сонымен жігітлер, өтірік қайсы? Жойылып кеткені. Жойылып кеткені. жойылып кеткен. Интернат. Интернаттың жойылып кеткен. Жойылып кеткені өтірік. Шондайда интернет бар ма жоқ бұд? Интернетте оқыған өтірік. Бар шығар енді мектеп. Бізде Руслан екеуміз бір вариант. Ай, өзі жігітлер өмірдің өзі ялғаншы ғой. Я футболда біздің класстың баласы Мақсат Шықырат, сен мақсаттың өтірік сөйлеу ма? Неге біздерді класстағы Мақсатта футболға қатынайды деді да. Ала, вратарь еді ғой Мақсат. Енді Балтабаевский қатынайды сол уақытта, иә? Тренер Балтабаев еді. Енді соны интернет деп жүрген болса, бірақ жойылып кеткені өтірік онда. Ол интернат емес, Нүкісте футбол мектебі бар. Мектебі бар ма еді? Нүкісте. Сен лицейде оқыған болсаң қай уақытта? Мектеп, аға, мектеп. Мектеп. қандай бақылаушысың деді. Так, сен жүр. Мектеп интернет Үшке екі, короче. Көрдіңіз ба? Короче, Жойылған ба сіздер? Бізде интернат. Так, өтірік тауған адам мына жерде отжимание істейді давай.
Толмаған адам ажиман істейді. Bizler Bizler жойылып кеткен. Şöyle ketken boldu şu. Жойылып кеткенім өтірік па? Ава. Сіздерге интернетте оқығаным өтірік. Тұрдық сөз. Бұл жігіт Бұл жігіт Бізде қосыл. қосылу керек қой ажимания. Үшке үшті. Үлкендерге қосыламыз ба? О, мына. Aynen beri get tabii. Yesi var adamda yesi var. Енді төртеу ажиман басып отырайын. Үлкендерге қосылып берді. Намнан адамдардың ажимания істеп тұрғаны Қате Ятбалар. четкий көрінеді. Ajimania. Короче, мен футбол интернат мектепте оқымадым. Ya şu dürüst koyun. Сіздер жойылып кеткен қате деп жатсыз. Мен интернат мектепте оқымадым. Bizim internette okudu da bak. Dürüst koyun. Айтты ғой мына. Я оқыды деп жатырды ғой, бірақ оқымадым деп жатырмын. Енді оқымады деп айтсыз ғой. Onda dürüst koyun. Ачыманен басым Тоқтап тұрсыз. Қате бар. Жойылып кеткен өтірікті біз айтып жатырмыз. Ол оқымағаны қате өтірік. бұл оқымаған мектеп интернатта оқығаны өтірік. Мен мектеп интернатта оқыдым дедім ғой, сол Астанадан жойылып кеткен өтірік шығар. оқымадым. Оқиын деп қалдым бірақ. Бірақ жойылып кеттің ба? Жойылып кетпедім. Hem sen oturuyorsun da onda niye mi acımadı basırı? Неге алдап отырмыз? Расымен жойылып кеткен бәріне. Давай, қайта жойылып кетті. Сойтсың ба? Аға, сен білесің бұлардың ішінде. Баяғы жойылып кеткен бе? Тауып алдың ғой десек. Сарожинеде бір бала ақып кетті дедім ба десек. Шомада Сарожине деген жер бар. Сарожине деген жер бар ғой Шомайда. Ава. Шомылатын жер. Ава, Сарожине қаралды. Сояққа жойылып кеттім ғой мен. Үйре табылмай жүрме. Арасында Негізі мен саламатпын деп. Шұқыра жойылып кетті. Короче, сояққа шомылуға бардым ба. Қала күні ел есінде. Сөйтіп. Обедтен кейін кеттім шомылуға. Бұл өзім емес, бірақ балаларменен бәріміз. Ақмақ. Ауа. Тақпылмай Сонымен уақия қылып айтып бере алмай десем бытшыт болды енді. Не қылмай қалды. Бес мәрте. Бір, екі, үш, төрт, бес. Ағам формада. бір қолмен істейтін бар. Қойса. Бір, үш, төрт, бес. Мынау екі мәрте істейді. İslam. İslam özünde nasıl İslam? Madem men olmada sigenin bep belgili oldu. Давай. Алима. Бес мәрте істей алмаса, тағы бес мәрте істейсің. Құрпаның қызы. Қара. Ой, екі. Құрдасыма анжымын істет қойыппын. Төрт. Бес. Жоқ қой. үлкендерге қосылып кетің. Mağan koşut ne var? Yes var adam. Жасы үлкеннің айтқанын қыл. Соған қыла бер. Енді осындай үлкен ағаларымыз Шошайма ағай ачыман айтсын. Үлкен ағаларым дейді ғой. Ажиман істейін деп жатырмын. үлкен ағаларымыз ажимания істегенде біздер жастар енді Отырып тұрамыз. Классический шамдар. Бір, екі, үш, төрт, бес. Негізі жігіттер интернатта оқыдым десек. Болады, молодецсің. Спортта санға сөйтіп қоса берсек бар ма? Төртеңіз қанша Кейін көрсетудің маңдай отырмын ба? Кейін көрсету неге спортсмендермен болады. Ажимания неше мәрте істейсің десек. Несі, интернетте қаяқта оқып жүрсің сонда мен түсінбеймін. Оқымаған екен, болды. Кеше кетіп қалды, бес мәрте ажимания ауыр болды. Бірақ бардым футбол мектеп интернатына бардым, оқымадым да. Ama değil mi? Алып сол шақырды, сөйтіп. Короче, жойылып кеттім десе. сол кезде сөйтіп кетем. Я сол кезде бір шомылып шығайын деген ғой, жойылып кетті. Бір көзімді ашсам, Алимамен бір группада оқып жүрмін. Қарасам 96-сыз ма? Арсенал. Арсенал болса жігітлер бір Эдгар келді десең. біздердің көрсетуіміздің кейінгі рубрикасы. Яғни Шухрат аға бір уақия таярлап келген. Сол уақияны айтып береді һәм ақырындағы интриганы сақлап қалып тоқтатасыз уақияның бір жерінде болма.
соны жігітлер табады ізін. Қызық емес зат болмау керек, иә. Farqi yo'q. Любой bir zat aytasan, biroq sal so'zliqqa birden diqqat to'xtab qolmasin-da. Қорқынышты оқиға бола ма? Оның ізін күлкілі қалмайды, бірақ. Неге қыла береміз біз? Ондай. Күлгізіп жүре береді. Мынандай қылайық, ол қорқыныш емес. Жаңа неге жойылып кеткен айта жағам мен. Басқасы. Короче, кішкентай кезде 4-ші класс, 3-ші класс кездерде белсебет деген проблема ғой. Белсебет айдау. Қоңыз балаларда белсебет бар да. Сізде жоқ. Менде жоқ. Негізі ондай бардамлы шаңарақты жігіт емеспіз деп. Ғарып теберсін. Папа бар ғой. Папаға келіп айтамын да. Белсебет әпердім ғой. Бол әперімен айдап үйрен деді. Әркімнің ізінен деп итеріп жүре берген оламын не ғой. Айдап үйрен деді белсебет. Яқшы дедім. Жаңағы жоғарыдан қоңысын белсебетін айдап үйренемін. Айбетке кіріп кетеді ғой үйіне. Сол кезде мен айдап аламын. Айдап үйрендім. Андай үлкен белсебет Орал деген. Андай рамынан деп өткізін. Рамынан былай өткізін. Сөйтіп барып айдап барып пецаход болып кетті дейсің. Папаға айдап үйрендім дедім. Мал істеді. Енді бір қоллап үйрен деді ғой. Бір қоллап айдап үйрен деді да. Ол негізі ақшасы жоқ екен ғой, әперуге сөйлеген. Таңдап айдап ұрмады. Сөйтіп болды дедім. Анау әбетке кете қоймайды, әбетте айдап аласың ғой. Сөйтіп айтып бүйтіп жүрдім, бір қоллап айдап үйрендім деп айдап апарым. Сөйтсем 9-ші класс болыппын десің. Сөйтіп бір қоллап айдап апарым. Үйрендім дедім, папама шық бір көшенің басына деп айдап бір қоллап үйрендім. Сөйтіп барып, бұл оперент дедім. Қарайтты, сен де дегенде қолың жіберіп айдап үйренді. Ақша жоқ еді. Сөйтіп бір күндері ойнап үйрендім ау. Сөйтіп қол жіберіп айдап бардым ғой қасына. Одан кейін ғары бір нені ұрды. Біздің ғары квенчик айтқанда айтып кетейін. Бахадыр ағаларменен баяғы Бахадыр аға мектеп кездерінде біздің ғарылармен ойнаған. Айдап бардым, қолым жібердім. Енді Отжимания істеткізіп қойды да. Енді Dabibkісін сілдеп ұрасыз ғой, сол Dabib емес қой. Не қыл деді қолын жіберіп айдап барған кезде. Не қыл деді? Балам, айдайтын белсебет әкелсең болады ғой. Екі қолын жіберіп айдап бардым. Балам, екі қолың босқа бір жұмыс істеп белсебет асқан. Балам, боссаң, қолың бос па деген ғой. Екі қолға бір бел табылады ғой десең. Деп айдап кетір ғой мысалы да. Айдап кетір ғой, қолын жіберіп айдап кетір. Балам енді оған бір ер салып айдап көрдесе. Әйтеуір неге батып жатыр деп. Айда саған бір жерден шыққан ғой. Ислам ағадан үйреніп отыр. Рахмет маған. Келдім. Көз алдыңызға келді. Деді. Басқа іштер айтып. Ұстамай айдап кетірмін деді. Балам, ұстап жүрмесең түс болады ғой. Ұстамай айдап кетірмін деді. Бірақ өзінің версиясы дам қызық емес ал. Қандай болса, иә? Апа, қолың жүріп айдап көрдім. Мұның белсебет, мына қала қойсайшы. Папам, неге біріншісінде жаңа белсебет айдап үйрендедің, екіншісінде бір қоллап айдап үйрендедің, үшіншісінде қолың жіберіп айда дедің. Мен неге қолымнан жіберіп айдап келдім. Не қылсаң, папа десе, десе. Папа, әне көрдің бе? Дұрыс келтірмен аға. Дұрыс келтірмен сөйтіп айттым, серьезно. Дұрыс келтірмен. Жоғалап келтірмен да. Бірақ ондай емес. Демеді да, короче. Демеді да. Ол жаңа Dabibkісін өзім айтайын ба, шарт емес. Айт. Бірақ қызық емес. Енді кім жаңағыдай дейді, короче. Папа белсебет айдап үйрен деді, айдап үйрендім дедім. Екіншісінде айтты. Bir qo'llab ayda bering dedi. Bir qo'llab ayda. Men akademiya desam. Endi aldimda men o'tiraymi? Oyoq suyib deganda ayda bilan deydi. Olib jiberdim. Bilsem chaqiraman. Suyib dedi, yiq qo'ng jiberib ayda bering dedi. Jiberib aydadim ғой. Мен айдап кетпен dedi. Endi yiq qo'ng ustab ayda bering dedi. Yiq qo'ng ustab? Deb ayda bering bu. Yiq qo'ng rol deb ustab ayda ko'ring. O, ayda uyrendi ғой. Umut ketken chiqarsan. Tipa sonday ғой. O'ydib ayda berendim deb. Айлық түсімен деген şey біліп сөйтіп тұрса екен. Соған қағаз көрсетеді. Сіз
Telefonunuzdagi kontaktыңыздағы bir адамға звонок етесіз. Любой танысыңыз болсын, танысыңыз тұрады контактыңызда. Ал бұяқта жігіттер болса, сөздер даярлап келген, соны көрсетіп тұрады. Сіз сол сөйлесу барысында қосып кетуіңіз керек сөздерді. Болды. Кеттік. Біздің телефон Кімге звондайсыз? контактыңызда, сіздердің контактыңызда кім деген сохранить қойғаныңыз бар ма? А деп. Кім екен? Бар ондай. Мынау кім? Кім бір Сондайдан біреуге орайын ба? Қой. Я қолдан келсе андай таныстау. Кімге звондайын? Өзің танысың. Мұраға етейін ба? Мұраға шыққан. Кеттік па? Мұраға? Мұра? Пакет Мұра, алмаз Кеттік па? Мұраға етейін ба? Кеттік. Ал Мұра, Тыныштанып мен отырмын. мынаны көрсетуге келіп қалдым, мына неге бір сөйлей жіберейін. Бұған айтпаймын ғой. Ертең ютубтан көретін шығар бұлам. Адам ғой? Мегабайты бар. Алло. Алло, Алло. Мұртбай? Алло. Уалейкумассалам, қалай жағдай, аман-сау? Көшкөрәсі. Біздің өткенде шұлық не болды? Шұлық не болды, шұлық? Нешілік? Тарақтың қасында тұрып еді ғой. Қаяқтасаң сен, өткендегі тарақтың қасында стоматологқа барған уақытта. Мен қазір балданмен жүріп едім. Сәл шетлеу шықса футбол көріп өтсен ба? Балданмен жүріп едім, контрдаман. Контрда сен контрды қойдың деп ғой, ең кітті ғой. Контрды қойдың деп ғой. Бүгін балданмен отырып, алып кетті ғой енді шүйдеп. Таксимен жүрсен ба сен? Ала. Өзің машиның ба? Ақкөлегін кеп кеттің ба? Көріп алаң машинмен жүрдің ғой. Ақкөлегін кеп кеттің ба? КВН шықпалар маған бәрі? Қай жерде сен қазір конкретно? Кімсен де, шықадағы сен ба? Мен! Кемпірдің үрін ойлап бірейін бе саған енді? Естілмеді да. Сен бейбай дей алатын уақытың болды ғой, рекламаң бәрін сен жүрсің. Қабақтай бол, десең. Есіл тұрып па дауысым? Дауысым есіл тұрып па, Алмаздың балалары бір макарон жеуге барайық дейді. Тұрып тұрған, жұмыс жерге шығаман. Мына тыныш жерге шыға ма, контрға ма? Әзет қысық. Мете берейік пе? Естілді ме, Мұра? Бір макарон жемейміз бе дейді, Алмаздың балалары айтып атар. Сен қашан болсайсың? Ежектің көшінен макарон жек дейді ғой. Бір историяны баш жіберсең, кетпей ба сонымен? Русланмен қалайсың, агралайып, нормальный ме? Сол Руслан айтып отыр еді ғой, Алмаздың балаларымен бәрімізден уажықы деген ба, бір көрсету ашқан ғой, қандай уақағасын ашпанға жеткереді қарекен деймін. Соған дейді, бір күшіктің рөлін ойнап бере аласың ба дейді. Ана быда тапшанда десең. Контрдағы быда деме тапшанға кіріп кетті уже. Районға барып тасташы. Пиан оқыладым десең. Ойнап айтам, өткенде съемкасы қала күн болатын болды. Ненкі, прикол ғой, тігіршікті. Бостан ба сен? Енді қала күнге дейді. Керек емес шақла көзлерің, керек емес сүмбіл сачыларың. Музыка, ана, уақа қалап көлетіндей биатлон айтып көл керек. Музыкальный биатлон. Іштің ба? Надан? Мен ішемен ба, Мұратбай? Қайда бер, іштің бе болып тұрғыда олсын? Мен ішпеймен ғой, фондағы достарымызға сәлем айтамыз десең ғалайсыз. Просто фондағы дауыс. Ойнап айтамын, сен мобила группымен сөйлесіп жүрсен ғой, маған бір мобила групптың нөмірін берші, Айбектің ба, бір нормально түсіреді, мен сол байым ба, бір басқа қояйын деп. Айбектің елі түсіреді ғой, нормально. Солан баяғы біздің шұлықтап кетіп елі жоқ сол. Олам такси башып жүрме, машинаған ғой, Машинаған ғой дейме, такси башып жүр.
Ya sen Ama ава не кылап кеткен го андай Кожели менен Кожелде bir тауық сататын жер бар экен сен билетін шығарсың. Сонда не затан доставщик болсын деп коюн го тауық не кылат. Кабак сомса сата ма. Кулак. Ана кулакка сарга тагатын жери бар го. Кулағыңа сырға тағатын жер бар ғой? Сол. Dım непонятный болды ма? Деп сөйлесіп отыр, ана музыка кетеді. Миле замаған не болады дейді. Менде мұндай не естіп ғой. Сен шықырсың ба дейді. Сен бе? Алған кезде, әля деді. Непонятный болып қалды бірақ. Бірақ зор болды. Ішіміздегі жаңағы достық сол Достық деп не қылды бұл жерде? Не айтып алайын да, айтып алайын. Сөгінді Кликтен ақша жіберді ме сонша? Сөгінді ғой мысалы үшін десең. Кішкентай інілері ғой мәселен деймін. Інісі болса Я бірақ ассалмай маға деп не қылды ғой. қайтадан байланып сұраймын. Болады, молодец. Мәдениетлі жігітлер сау болсын. Кім атылды Ал дейді. сонымен Көрсетуім үшін мақсат. біздерде ондай болса кейінгі рубрикамыз позиция рубрикасы. Шухрат аға, сіз мына шығып бір өзіңізге қалеген бір ұнаған позицияңызда тұрып қаласыз, ал жігіттер болса сол позицияға қарап бір хәзіл ойлап табады. Тұрып қалу керек пе? Прикольный лау, отырып қалып, жазып. Сәл төлеп аспанда тұрып қалсам болады. Түнде әр түрлі қылып жатасың ғой. Сол жатуды көрсетіп кетесің. Жақсы, давай, бірінші, не, телефон, қолымда тұрған телефоннан болса, телефон сөйлесіп тұрып қана. Кеттік. Орталауға шығып. Телефонда тұрып иә? Брат, Ол. не да? Районға қайтым көреді. Мұңса бірісі. Емес пе, мен тек кеше қап қойдым да. Дейді ғой, сөйтіп тұр. Брат, шығады ғой а, мұң сомай. Шерзат беріп жүрші деп басынан. Телефонда тұрыпты иә? Жігіттер ойлануда. Телефон қалай? Келдім ғой. Бақа келді ма? Ай, содан қарсы көрсетеді. Айдас көрінбейсің? Көп сөйледің дедің ғой жаңа. Батарея сөйлеп қалды. Біздің телефон еді ғой. Сөйлесең бір. Уақыт кетеді ғой. Андеп тұрды да, мектен үніңіз ашып алды. Ассалаумалейкум. Сіздің кредиттеңіз бар. Брат? О, брат! Братым таудым десе. Телефон тұрады ғой. Oldu mu? Ona da mı telefon alası brат? Не көрінбей құлағым. Шухрат кейін позицияға. Тұр. Брат, сөйлесіп қалды, сөйлесіп қалды. Так, кейінгі позиция ма? Кейін позиция. Жата берсек болады ғой? Мына жер не алған жоқсыз? Жатыр. Телефон неде тұрсыш? Жаңа звондайды. Күнме аждырға түскен ба? Брат, мың сом болса бере қойса, брат. Қайтпайды дейді. Жатқан шүкіттік қой. Келдің мен орса. Деп брат телефонымды аламыз. Айдос көрінбейсің? Шапарбек екеуміз репертуарымыздамыз. Анандай журналистler да. Мінекей, және бір жұмыссыздың Бұл не жазып мынау? Дигл деген. Oldu mu baba? Алашотақ бұл десің. Енді не жатыр? Енді бұлай жатыр. Алашотақ бұл десің. Ya Alaşotaq деген бар еді баяғыда. Алашотақ Sen oyunu жаман естілдің. Қандай еді ол? Ана шалбарына байланды.
Шықырат неге қойса? Мен басқа позицияға өтпесем мыналар десең. Шықырат. Жатырған екенсің, ол потолокқа түфіле етпесе. басқа біреу. Бірақ киім ұнаған болса аласыз ба? Төбеде потолок тұрады, не маған түсіре бересің деп. Ал ондай болса шықпада кейін позиция Ұрзат, бар. айтайық. Кейін позиция жатудың түрі көп. Шықырат алған еш жата берсең. Анжуманиян істеп қойдың. Жатаған шықпады. Жаңаға бір не келіп қалды да. Таза келі қалай? Әй, жатаған шықты. Деп тұрайын, бір күттіріп бат. Күттірпан деп айтып қойған. Бірақ ол мұңсон беретін адам келе ма? Сен қалай Қамайма. Үйге барып қойып шықпайды. Деп тұрады, е? Бұла топ неқта ба дейсің. Бірақ десене, мен тұрды ғой. Майорға жатыр деп. Болды. Сразу өзгерді. Қарзамын қандай дейді? Мынандай дейді. Бойға еуге келеді деген бар. Брат, стоматология мынаяқта дегендей. Қайта. Кейін позицияға өтейін бе? Уже мен шықсам кейінгісіне өтемін. Біз жерге отырып тыныш отыра берсек. Отырған жоқ қысматтым. Отырпан ба мен? Кейін позициямыз онда Кейін позиция. Жаңа позициясы нормально. Мына нормально ма? Табаспа бірегізет? Давай, давай. Көйін шықсы ғой жеттер, тауым? Сонда Ей, яғни. десе жағын болып көрінемесің ба? Ана да, көрсін не сау. Соң наоборот береді ана. Ана, қияш жоғарыдан емес төменнен шықса қалай бар. Деп қарап тұрды да. Тұра берсе жейді. Үндеме. Кеп қалу керек еді деген ғой. Ал, болмасаң шыға қойса деп. Кітте базын қас қойын. Деп қарап тұрды. Малайдағы тер бұрадан ағып отыр да, былай. Навес құрып алу керек. Яғни әттің. Ема дастан навес емес па? Онда бір жағын беріп тұру керек қой, бір жағын жоқ не. Тұрмасын бір жағын жоқ. Деп тұрасың ғой. Досы кім шатсың, бұған мен шайын. Сонда ие артық отырды. Ең артық отыр ғой. Потокта да. Ола шықпат көз. Жақсы. Ал, ондай болса, біздердің көрсетуде кейінгі рубрикамыз мотивация рубрикасы. Яғни, балалардың өздерінің проблемалары бар, солар сізге шешім сұрап келеді, сіз оған мотивация беруіңіз керек. Өзім проблемам шешіп алайын десең Давай. Ал. Бір шеттен проблемаңызды айтып бастай бересіз. Ұлы мотиватор. Основной Жапаров екеумізге мотивация керек. Сіздер үшеусіз негізі. Шот, расын айтсам, мен азыр көптен бері балыққа барып жүрмін да. Балыққа азыр бірікте демалайын деп барып, балық ұстасам, бір қармақ қойсам, басқаша ғой бәрі. Баяғылар үйретіп көт құрмашып кететін еді. Ұстайтын енді қармаққа бір балық түспей жүрді. Бір сол күнде бір жазылып бір арқайын бір демаламан ба деп қармақты ұстап бір балық ұстасам ба деймін, еш балық түспейді. Су бар неге барып көріңіз, ә? Су бар дарияға барып көрмесең, ол аға қиын ғой. Ояғы бар, ә? Бірақ үйде базнаға тастап отырмыз. Олам су болды. Так, кімге мотивация? Енді маған растан да мотивация беру керек та. Азында қалай ерте тұруға болады, адамдар болса спортпен шұғылданып, бір кітабына қарылар қайтаруға болады. Қандай бір мотивация бересің? Бала шағыңа айтасың, ертелі оят деп. Болмаса бір будильникті беске қойып жүресің, көзіңе тұрасың. Ұрсан. Төртеу болдыңыз ба? Шағағында бесеу болды. Болады, өз-өзіңіз күлдіріп отыра береді. Аға, қане, бір айтшы бол. Сол қалай азында ерте тұрып, бір кітте бір спортпен шұғылады, қарылады, қайтаруға болады. Қайтсек ерте тұрамыз азында. Бұл обедлерде тұрамын сөйтіп, онда кетіп айтаман дейсің. Өзім действительно азында ерте тұра алмай жетпен бірақ. Сол қатты қиын болып тұр да соны. Растан да мотивация керек. Я ұйқыламау керек түні мен. Қару жеп жату керек дегенде баяғы бар енді ол. Алтау болайын деп тұрмыз. Неге көрсетуді жаппасқа? Ондай болса, Айдос ағаның проблемасын естеміз. Бұл да проблема жоқ. Бірінен басылайын деген.
шалбар жыртық. Носки жоқ. Айт. Носки жоқ аста. Шухрат, маған бір мотивация керек. Бар өзі екеу қалды. Соның ең жақсысын бер. Үйдің ішіне деп алып қойған. Өзі қаладекті көрші берді. Любой темада мотивация бер. Бәрі керек маған. Керек. Мысал үшін Сен бір ойлы бала қойшы. Тыныш шығылсын. Руслан ағаның проблемасын естеміз. Құласы, мен кітап оқуға қызығамын да. Тек қызығасаң қосын. Оқиын деп бастаймын, ұйықтап қала беремін. Қандай бір шешімім бар сол кітап. Жапар бекең спортқа жатыр десе. Ана тұра алмайынша ұйықтап қаласың. Ұйқы басылады. Екеуі бір зат қой енді. Сол. Оқымай тұрып ұйықтап алу керек болған басын еді. Неге ұйқап қала береді? Не ұйықтап қалмай қалай кітап оқысам болатыны? Судың ішінде Бұл отырып. жастарға не азыр кітап Бірақ оқу. растынан ә. Соның үшін ұйықтап қалмай оқу үшін ұйқыдан тұрған кезде оқу керек та. Тұра сала кітап оқу. Оқисың, ұйықтамайсың. Я кітаптың жаңа қызық жерінен бастап оқу керек десе. Суреті көп кітап ала беремін. Суреті көп кітап оқуың керек. Ислам ағаның проблемасын естісек. Ой, біздерде проблема көп. Шуға шеше алмайды ма? Хәкімге барып көріңдер. Бейіп шеше алмадың кеше. Дәрге ауызымен шығып атпады. Шухрат, мына кредитлерден қалай құтылсақ болады? Менен сұрама. Кредиттен құтылудың ең аңсат жолы ана. Ең ақырғы төлемін төлейсің де. Тез құтылсақ болады, қандай жоллары бар, қандай шешімдері бар? Мысалы үшін ТБС деген банктен кредитің болса, аз көрмеген бе? Банктен кредитің болса, приложениесін өшіп ұстайсың. Приложениесін өшіп ұстайсың. Ол болмайды, бірақ. Мысалы, МИПтен келсе қалай болады? МИПтен келсе, үйде жоқ да жүр. Я бірде телевизорға коробкаға салып қоясың. Үйді дәлдетіп тастайды да. Иттен толмайды. Корзинка салып қойсың. Кеткеннен кейін деп, қайта басара бітеді. Ал әнекей Мына жігітке Бердім қармақ туралы мотивация. Өзіңде қандай проблема бар сен? Сен өзіңде қандай бар? Мен айтпақшы, алдыңғы санда Юсуп ағаға сол проблемамды айтып едім. Қате айтып па меніңше не? Сіздің опытыңыз көплеген 8 жыл. Опыт көп. Юсуп, опытың жоқ екен сен. Не затты екен бір жайты Өзі сөйлеп салған жігітке. Юсуп аға шығып жатыр ғой. Енді сол өмір тәшвиштері. өмірлік жолдас таңдау деген. Мұны шуында Сол мен қызыммен ұрысып қалдым да енді қайтып жарасуға болады. Сізге ұқсап 8 жыл давамында енді жақсы көріп жүріп дегендей. Оқу 8 жыл жүргенді қайдан білемін? Сол подкасттан көрдім. Үзленген ғой бұл. 2011-де сөйлесіп 2019-да үйлендім да. 2011-де соған дейін белсебет тамағында олар. Үйінде ақша болғанда. Дұрыс 8 жыл болды есепламақ дұрыс. енді не үшін қандай Қалай болған? күш ол? Көп жараға да бір не қылып. Короче, мынандай ғой. Сөйлесіп бастайсың да жоқ болып кетесің. 8 жылдан кейін бір келіп. Қызыңа бірталай сум ақша бересің да. Қызыңның атына кредит алып жүресің десең. Тастамайды сені. О дәуірлердің кредиттері десең. Білмеймін енді ол қызыңмен өз проблема сенде болса пайдасы жоқ ғой десең. Мен өзім проблемамды шешкендей қылып шеше алмаймын да сен. Сен проблеманы шешейін десең. Сен төбелесіп кете береді. Қызымен ұрысып қалмай жүрдің өзі. Қызыңмен ұрысып қалмау. Ұрысып қалмай болса, дұрыс қой сенікі деп жүре бересің. О деп. Еуроптың приколы бар еді ғой. Жаңа қандай еді? Басыңды келіншегің бір зат әпер деген уақытында деп не қыл дей ма? Бұласы не қыл дей ма? Бір соң біліп келейік бәрі. Мәң проблемасын шешсе, рас сен аз бір жасарда бар. Екінші санда уже қызбенен ұрысып қала беремін десең ба, не десең түсінбедім. сол енді өкпелеп қала береді деген. Қызыңды негізінде де енді көп нелерді айтады, бір кітапларды осы жерде кітап оқитынды айтып кетейін десең. Кітапларда да жазған ғой, нағыз мұхаббат үйленгеннен кейін башланады деп. Сонда 8 жыл құрып жүрдіңіз. Иә, құрып жүрмедім ғой. сіздер еле еге
беремісіз? Сонда 8 жыл мұхаббат болды да, енді бұл ақырғы марта кітап қашан оқыдыңыз? 8 жыл сөйлестік, сөйтіп мұхаббат болып жүрдік, үйленгеннен кейін енді мына жағына 5 жыл болды ма? 6 жыл қала болды. беріпсіз. 6 жыл болды ғой. Ана перзентлі боласаң, ұлы боласаң, қызлы боласаң, содан кейін бәрібір мұхаббат басқаша болады екен да. Сол мұхаббат көшіп кетті деп басқа қызды айтып отқан болса. Құлаш жүре бермей үйлен деген ғой. Құлаш үйленіп таста деп отпа, үйленіп тастасаң. Үйленіп тастама, үйлен бол. Үйленіп тастап отқандар көп те. Үйленгесін тастамайды ғой. Мәжбүр ғой үйленді. Иса тықпай абайын обратно тығып жібереді. Көрейік. Ал шықтың ал, отырсаң сол жерде. Ондай болса көрсетуімізді давам еттіреміз. Патағалы қау дейді. Ал рахмет аға. Давам етесің бе, жұмақлайтын? Иә. Мотивация үшін рахмет айтып отыр. Енді сізде проблемаларымызды айтып жатырмыз. Сіз енді құр кетпесін деп сізге жігітлердің арнаған комплиментлері бар екен. Рахмет. Сол проблемалар қолдан келсе шешіп берген әйтеуір бір шешім берген сол жігіттердің. 15 күн ішінде көріп шығылады дейді ғой. 2026 метасына кірділген ба? Ондай болса 2021 жыл КВЗ Чемпионлар Лигасының чемпионы Алмаз командасының капитаны Шухрат Зарымбетовке комплиментлеріңізді Фамилиясын ұмытып қалған. Сілеге дей береді. Маған қарайды Шухрат дей бер. қатынасып отырсын деймін да ар жақтағы екі Не қылды? Естің ба? Қатынасып отырсын деймін ар жақтағы екеуі инсанлар. Екеуміз айтып жатыр ма? Шұқыраттың әкесінде адаммен отырмыз ба? Шұқыратқа комплимент айтың ал. Қандай жігіт? Алмаз. Қандай адам еді? Қандай адам еді? Қарызлар бар ма еді? Банктен бар еді. Себеседдің приложениесі өшіп саған. Руслан ағадан комплимент естеміз онда. Күнде естемем ғой. Шухрат деген. Шухрат лучший фанат футбол. Короче, Арсеналдан мен Шухрат танығалы бері Арсеналдың фанаты. Елге дейін Арсеналдың фанаты. Оған дейін біреулер Реал болды, одан кейін Ал Насыр болды, өзгеріп жатыр ғой, бірақ Шухрат өзгермей до конца өзінің позициясында қалған үшін сен лучший фанат. Фанатпын, иә. Өзінің позициясында деп қалды ғой бары. Айдос Мұратбаевтан Шухрат КВНчик, жақсы КВНчик, қонақалар һәм зеректілер көріктен олау ойыны ғой. Ең Өзбекстандағы зерек КВНчик. Зерек. Рахмет. Таңдаудың атына сай адам. Бұл Өзбекстандағы мен білетін КВНчиклердің арасында ең зерек, тез ойлап тауышы, Импровизациям күшті ғой мен. Ең зерек. Рахмет, Айдос. Рахмет. Не қыл дейді? Қатты группасын бас. Алиман группасының баласы деп жүрші. Қанша мәселе чемпион болды. Бұл өмірде өзі Шухрат бар ма? Садан кетейін деген, иә? Әтеурсі достым. Сенің бір құдайдың табатын күнің бар. Әркімнің кәбіне араласа беріп. Шухрат, мен өзім танығалы бері, мәселен чемпион болып жатыр, бәле болып жатыр, анау болып жатыр, мынау болып жатыр, көтеріліп жатыр дегендей. Бәле болып жатыр. Иә, расы да. Бір өзін ұстап, бір мінезде жүрген инсан да. Сол жерін маған беш кетемен. Мәселен, бір кібір, сібір есет жоқ. Кеспейтін кәпілет сөйлеп, уақыт алып отырмайсың да. Сөзіне бәлезін жоқ сен. Сол жеріңе беш кетемен. Не деп атсаң? Қанша чемпион болсын, қанша шәкірт шығарып атсаң, Алмаз деген команданам, мысалы біздер танымайтын оларды ешқайсысын сенің арқаңда шықты да, бірақ сонша шәкірті бар, неме баяғы Шухрат елі. Сол жағыңа беш кетемен. Мен Шухрат архив деп айтамын. Шухрат архив. Көп адам айтамын. Баяғы жат жарма. Жат. Қоясың ғой. Шухрат архив бұл яман ақ көкірек жігіт. Мен себебі көп КВНлерде бірге көрдік. Мысалы, өзінің командасында жаңа не дейді, бір этап бойынша ақса батырса, мына жақта бір мынандай жат бар еді ғой, соған идея қуысып кетіп, солардың этабын жауып болып, одан кейін өзінікін, мен мемлекетке жәрдем берейін демейді ау. Сонда да өзінің несін нелерін істеп,
рас айтайын, ақкөкірек жігіт, ажайып талант, импровизатор, жаңағыдай інім молодец. Осындай неде жүрсең, елде жоғарғы шоққыларға жетесің. Рахмет. Молодец. Шоққа жоғары шоққа. Мен үшін Шухрат Зарымбетов десең. Бұға ешкім кіре алмайды деп ол. Шухрат Бәрі жақсы қарайды. Бұны бір өзі ұстайтын адам. Көптеген квенчиктер бар ғой, мысалы Бұны істей алмайды. көп жерге барасың, айтасың ғой, мынандай емоция, бұл да айналып келейін асыба дейді да, жоқ болып кетеді. Шұқат ондай емес, қасында ақырына шейін қуысып қойып кеттік демегенше, соған дейін өзі до конца қуысып жүреді да, сол сіздер білем күйіп піседі да, сол сенің командаң үшін. Рахмет. Зектісе алмайды. Енді күнімен Бахадыр, бұяқ ауылласы, басқалар бұлай Квен тарауында таныс болса, мен өзім танымайтын екен бұл. Бұл жігіт маған әлде естіп жатырмын дейді. Қазір естіп отырмын ақкөкірек жігіт деген. Бахадырдың ауылласы дегенде. Шухратпен біздер. Бұлар Шухратпен біздер. Белсебет жоқ біздің. Белсебет жоқ оның. Шухратпен көп жылдар давамында бірге істестік біздер. Көбінесе сахнада емес, сахнаның артында көптеген командалар таярлап, біргелікте чемпион қылғанбыз. Жаңа Бахадырдың айтып отырған талапларының бәріне жауап береді. Шухрат, күніме ана 4 жігіт не айтқан болса, сол әммесіне 100% жауап беретін жігіт, ол жауапкершілікті адам. Жақсы квенчик, жақсы сценарист. Мама есет. Жақсы перзент, құрметлі анамыз. Жақсы перзент, жақсы әке, өзі біледі әкесін. Жақсы іні, Венера дейді. Бұл ма жақсылардың жақсысы, бақсылардың бақсысы. Жақсы қоңсы деп жақсы. Мөшті оның айтса деп. Сондай ұл ма Шухрат саған гәп жоқ. Рахмет. Соққа дейін еш мақтамап, құр сөгіп өтіп. Рахмет саған бұл дүнияда барлығың үшін. Рахмет. Сен мен замаласың, қуанышылман деп. Тізерлеп жүзік керек. Яғни не? Бұл түн ұйқыңға 4 бөлгенсең Шухратжан деп. Шыққа тез көтеріліп кетуінің себебі Шомайда центральный көшеде тұрады да ол. Жолдың бойында ма? Жолдың бойында қағаннан. Бұл жігіттен естейін мен. Жақып қалды мына. Көрсету ма? Айта ғой. Үйдегі Шухрат қандай екен білмейсіз ғой. Шухрат үйде қалауында іздейді қалсын. Енді сені онша танымаймын. Үйде Хетафеге фанат болса я. Що там Хетафе банда? Бізде Бахадырға осылар үшеуміздің приколымыз ғой. Хетафе менен Рая Валякано ойнап еді ғой. Хетафе мен Рая Валякано деген команда ойнады. Футболда Испанияда. Хетафе ұтылып қалып еді ғой. Бір история салып қойды да. Что там Хетафе фандар? Что там Хетафе? Элдора. Что там Хетафе фандар? Ондай болса. Сөйтіп және бір қызық болды. Ананы сөйлеттім мен мақсат. Ананы сөйлетпе, әкені сөйлетпе. Әкең саған белсебет әпереді десең. Неге? Сөйтіп Бахадыр деп. Айт, болды. Мінекейіңізін айт. Шухрада. Соққа шейін сізбен өзім лишний таныс емеспен, бірақ ойынларыңызды көріп бардым бағана 10 минут бойы. Ойбау. 10 минутта бір талай нәрсе. Жақыннан таниды. Қадырдан бұқапсыз ғой. Ар жағынан мегабайт тасылып қалған. Расы, онда үлкен сахналарда ойнап, чемпион болып, не қылып, ондай адамға ұқсамайсыз да. Қалай чемпион болшы десе? Үй жақтағы ажаға сондай шпиінсіз да болмады. Әйтеуір бір адам дегендегі батыр да сондай. Простой адам. Менсіне бермеймін деп. Қашын былай қайып келген ба?
Sen bu kompliment mi bir жағдай? Жаманлаума не болып кеттің қазір? Я мен жақсылап жатырмын. Жақсылап келді ма? Жақсылап келді қазір. Біреу жақсылағанша өзіңді жақсылап. Өзіңе мотивация керек. Сол. Осындай көрсетіп жүріп алайын. Жігіттер айтып алайын да. Айтып алсын, айтып алсын. Маған көрсетіп қатты ұнайды. Бір майдан күлейіп қайтаман сөйтіп. Біз өзімізден фанат әкеп қойып қаптауға. Сол, жақсы КВНчик. Ажаға деп не, постоянно қатынасып жүрген. Қатынасып жүрген шығармын қақтым. Жаңа 10 минут Танымасаман деп. Негізі бұның фамилиясы Зарымбетов болып шықса. Нұрлан Зарымбетов. Өтірікте сілеге деп атқан болса да. Әрбір тыңлабек бір сөзіңді кеспеді ау сен. Ал, қойты. Енді бәрібір түрі кескенде сәубет сұрап. Айтып. Яқ, мош жығып айт болды. Мощно кесіп. Сөйтіп аз жібере қояйық сонымен. Заключение өзі. Сол. Айтып жоқ қой. Тынбай қыз жібере қояйық па деп. Сен ғой күтіп атқан ақырында айта ғой. Жақсы перзент, жақсы әке, жақсы КВНчик, жақсы рөл ойнайды. Соған Шұқырата 10 мың сом беріп тұрсаң істесең. Маған бір 1000 сом соға жүріп соған беріп. Көрсетулес бола ғой, көрсет. Сен абырой төкпесе, сен мынаған уазы қыл 100 мың сом. Ал Шұқырата келгеніңіз үшін рахмет. Тоқта, ол сонша бізде комплимент айтып аузым пісіп отыр. Онда уазы қыл комплимент айтпай ма бұл? Бұл мақтамай ма уаз жақын, бұндай көрсету көрмедім. Уай, дүние жүзі бойынша еженді екен деп бір мақтап. Қандай екен? Басында айттым ғой мен. Яқшы айта берейін. Қанша айтсам... Ал тоқтап айтсайшы. Жақсы, мыналар сөйлемей отырды деп. Әз әрқайсыңызға әдейін комплимент тәйіріп бердім. Оқтай. Айдыс қойғынды сөксе, я? Шұқырат Зарымбетовтен уажыққа көрсетуінің басылаушыларына комплимент. Һәм көрсетуге. Навала молодец деп. Рахмет, көрсету ашып. Мен біздер Растанам Қарақалпақстанда бұндай YouTube проект, YouTube көрсету расы аз еді. Енді бар шығар енді. Мынандай комедия жанрында аз еді. Еркін сөйлесіп, арқайын көшедегі арзағы қапты айтып жақсы проект болған, табыстар құдаға десе. Бұдан жақсы жетістіктерге ерсе берің. Сіздерге Алмаздың өмірін тілемеймін, тарқаман. Енді маған комплимент айтып жатырсыз ғой, менің айтайын. Руслан Базарбаев подменщик. Подменщик деп айтамыз бір-бірімізге. Неге ой деп айтатынбыз? Бұл соқты так совет етесіздер. Білмейміз неге ой деп айтатынбыз. Подменщик дейміз. Бірзаттың жағдай, орнына сен істеп кетандай деп кетіп, подменщик дейміз. Сол обменщик болғайсаң дейсің. Сол әйтеуір Русланменен көбінше пікіріміз бір жерден шығады. Салмағы барады деп, салмағы кетті. Себебі екеуіңіз келте ойлайсыз. Не деп отыр? Сен менге барып қалмадық. Соғыққа шекеміз. Сіз деп сөйлесіп жүрмейді. Әлбетте дұрыс айтасыз. Руслан, сен де осындай болып, өмірдің ақырына себеп тағанса, осындай болып қатынасу несіп етсін. Айдоспенен Айдосқа комплимент айтайын. Еш ұмыт алмай жүрміз. Бұл негізі қазір көп адам жаңағы пияңның рөлінде таниды ғой. Айдос десе пияңның рөлі. Мен дуфіл пияң уақытында танимын. Сол рөлді негізі бірінші баяғыда бір Қарекін Клаб деген не ашылып, сол жерде ойнады. Соң пияңның рөлін соңында жәрдемлесіп, бұлар сөйтіп дуэтлер дуэлі деген бір не қылып. Бұл екі класс пейміз нақып десе. Содан бері неғып кетті, чемпионы болды сол проекттің. Одан алдынан таныспыз. Жюриде мен болдым чемпион болған. Содан бері осындай бір образды ұстап келатыр. Табысылар саған Айдос. Мінезіңді өзгертпей. Рахмет. Бахадыр ағаменен баяғыда Қатын таниман бірінші. Бахадыр аға, екі Бахадыр ағаға да айта беремін. Құтлымұрат Бахадыр ағаменен Жапаров Бахадыр аға. Неге мұған қосылмады? Онда қосылса комплимент болмай қалды ма? Просто екеуіңіз бір жерде келген уақытыңыздан бастап айта жағам ғой. Бахадыр Жапаровты бірінші көрген уақытым, сізді бұрыннан танимын ғой. Лицейде жаңағы менің группамның қызының
neyse o. Kuyov o. O кезде жігіті болайын деп жүрмеді. Лицейде келіп КВН-ге таярлап неғып кетті бұлар. Зәнитлеп кеткен, зәнитлеп. Сол уақыттан бері танимын аға. Сіздің махаббат тарихыңыз кішігірім емес, 2012 жылдар сол алжаспасам. Ерте, білмейді ол. Сізге де табыстар. Бахадыр аға, былай Шомайда братарлар. Ол жерде сондай ғой. Қолаға жұмса жібереді деген. Бахадыр деді. Қолаға қайтса брат бар. Ал аға не болады? брат қолап қайтса не депсің брат болды Брат деп өтпеуің ғой. Брат деп отырмасаң болады ол. сондай десеңіз. Сол мен расында мен ең үлкен ажапам менен бір класста оқыған. Сол жаңағы не дейді? Әкенің көзін көрген дейді ғой. Сондай біздің папамдармен бір сахнада ойнаған бір кішкентай бала кезінде. Мектептің уақытында бір бала қосылып шығуға болады. Дамгулардың арасында Бір қаңырат болып қалды. дамгулдар арасында КВН болатын. 4 дамгулдар арасында КВН болатын. Сол кезде бір сахнада ойнадық. Ондай Сол Жастармен ойнайтын деп. Бахадыр аға бізде Шомайды айтты. Любой адамнан сұрасаң, Шомайдың мақтанышы аға Бахадыр аға десем, ау деп жүреді. Бахадыр аға деген сөй? Ау дейсің. Сол Бахадыр аға болып қала бер аға. Ислам аға жаңағы растардың өзі айтып отыр. Баяғыдан біз Осыланмен жаңағы пікіріміз бір жерден шығады деп атыпты ғой. Сондай ит мінез онан. Ары болса бұл растам андай Ислам ағамен мысалы бір этап таярлайтын болсақ, бұл КВН-де іркілмеймін. Тез шығып кетеді. Ярым сағат ұзағы. Бір сағат. Соңы отылып атқаны. Көше өздеріңіз күлемеді. Кеткенде. Бұлардың ондай көп өткен. Қалай КВН кімады? Нағыл қапсы. ондай біздер алғанбыз Ондай қасымса өткен. Бар ғой міне. Азанға дейін күліп шыққанбыз. Еле көп күлесіздер. Ислам аға, Бахадыр ағалардың КВН-ін көріп өстік қой. Рахмет мағанам. Сол Көздемесін айтамын маған. біздерде шәкіртлерді таярлаудан шаршамаң. Ой, тас саламыз ғой енді. Шерзата отырып, шерзат соқпайды. Қатты қуанып кеткен. Шәкірт көп рас бізде. Сабыр. Нұрлан. Сабыр. Нұрлан дейді ғой, я сіздерге сабыр дейді. Мынаған шыдап жүргенсіз сабыр. Шаршама. Табысылар. Басқа не айтамын саған? Қызым болсын. Айтатындай талантығам жоқ. Өт бағаштыр жүре ғой. Біз онда яшілгеннен пәте болады соң. Жақсы, рахмет. Ақырғы бір сұрау. менде бір ұсыныс бар енді біздерді YouTube арқылы көріп отқан құрметті тамаша көрермізге да Уажығының атынан бір комплимент айтып жіберейік та. Негативті қоясың. Енді сонша алтын уақытын бөліп ютубтан деп өткеріп жібермей до конца көрген үшін сізге бір комплимент Бахадыр Жапаровтың атынан. Алима десек. Шайларды қойса. Құрметті біздерді YouTube каналынан тамашалап отырған сіз, именно сіз. Лайк соны айтып отыр, алып жіберші. Ана көріп отырсыз. Интернет қатып қалса. Құрметті біздерді YouTube-тан көріп отырған адам. Wi-Fi паролін айтшы десең. Құрметті біздерді YouTube каналдан бақылап барып отқан әзиз достар, ағалар, інілер, ажпалар. Сол біздерді қолдап қуатлаудан шаршамаң. Сізлер, именно сіз қолдап қуатлап молодец жігітлер деп отырсаңыз, біз елде рауажанып, Қаралпақ эстрадасында жүрген, бәсе көркемөнерде жүрген ағаларымызды, інілерімізді көрсетуге алып шығып, сіздің жүзіңізге күлкі үнәметуден шаршамаймыз. Рахмет. I love you. Енді осы көрсету арқылы күніңді айтып отырсыз ғой бәрібір де. Жақсы бір жаңалық, міне
Mustaqillikqa erishganimizga o necha yil bo'ldi hozir? 34 yil bo'ldimi? 34 yildan beri O'zbekiston saylandi komandasi, сборный komanda deymiz-ku. Birinchi marta jahon chempionatiga chiqib o'tirdi. Ko'p odamlar ko'ra olmay ketdi qo'l. Avoda bu bizlarning elimiz uchun ulkan bir maqtanish. Ham o'sha endi kecha o'zingiz ko'rgan shiarsiz, keyingi o'yinga qator o'ynaganda. Hurmatli prezidentimizning o'zi tikkili ikkinchi taymda borib, futbolni ko'rib, sol yerda bolalarni qutuqlab, hamda bir qap-qara bivoy deb avtomashinasidan Onun üstüne qo'shimcha 3 xonali uy 30 ming dollar ақша qosib berdi. Hammasini boshqa baratarına ya'ni bir tadbirkorimiz Toshkentning o'rtasidan 3 xonali uy berdi. Sebebi 6 marta seyfsida 6 ret baradan qo'rg'ab qolib, goldan saqlab qolgani so'nggi o'zi. O'tiya degan jigit qo'l o'tdi. Жігіттер, бұндай жетіскерліклерді неге болып жатырғанын білесіз ба? Неге? Жаңа жоғарыда айтып жатырмыз, мемлекетіміз басшысы өзі барып көрді деп жатырмыз. Ол деген бір патшаның қолдап қуатлауы да, ол мысалы мемлекет басшылары сол дәрежеде қолдап қуатлағандықтан Həmmə tarafda әзір күндер ауазанып жатыр. Соның үшін бүйтіп отырмай футболға кетейік. Тек қана спорт емес, басқа да мысалы пән олимпиадаларынан бұл енді көпшілігі жаңағыдай футболдай жаңағы өзбекше айтқанда аммаллашпаған дейді ғой. Кең тарқалмаған. Әсіресе кетті, бокстан мойылатты. Енді футболдан массивасына кірдік. Ертең Орта Азияда бірінші команда Өзбекстан жаһан чемпионатына шыққан. Оңыз үлкен жаңалық. Осындай жеңісіміз davamlı olsun, hem bir canım ürməkte olum olsun. Demek bugünkü ko'rsatuvimizda osының мен жұмақлаймыз. Және бір мәртебе sizin алтын уақытыңызды бөліп бізді тамашалағыңыз үшін мың рахметлер айтамыз. Бүгінгі күн бүгін қалды, ертеңгі күн әуметлі келсін сізге. Құрметпенен Уажиха! Жеткереді қарекең, уаққа қасына аспанға жеткереді қарекең.